Бала қарға ертегісі. Ала қарға жаңа ұшырған балапанын ертіп, жем тауып жегенді үйретіпті. Ал балапаны анасы тапқан жемді бас салып шоқи беріпті. Ана қарға жан-жағына жалтақтай қарап: «Балам, біздің жауымыз өте көп. Сондықтан тамақ жегенде бір шоқып, төңірегіңе бір қарап ал», деп ақыл айтыпты. «Сақтықта қорлық жоқ, анашым, өзің бір шоқып, жан-жағыңа екі қарай тұр», дейді де бала қарға шоқи береді. Содан бері жем жегенде қарғалар бір шоқып, екі қарайтын болыпты деседі.